Армысыздар ағайын. Жуырда ресми түрде оқытылатын кітапта хайызға да жетпеген қыздарға қатысты сорақылықтарды талқыладық. Мұнан әрі тағы да жаман не болуы мүмкін деп ойлайсыздар ма? Иә, болады екен. Енді бұл аморальды схемаға бозбалалар да кіреді екен. Ұстаздардың айтуынша, егер күйеуі әйеліне талақ берсе, қайта оралу үшін әйел міндетті түрде басқа еркекке тұрмысқа шығуы, онымен жыныстық қатынасқа түсуі, одан талақ алуы және содан кейін ғана бірінші күйеуіне адал болатынын айтады. Бірақ ең сұмдығы, екінші күйеу ретінде тек ересек ер адам ғана емес, балиғатқа жетпеген бозбала да болады екен. Бастысы ақыл есі болуы керек. Бастысы жыныстық қатынас фактісі. Бұл не сонда? Кәмелетке толмаған ұл баланы уақытша үйлену деңгейіне дейін түсіру қай заманның үкімі? Енді макрух дегенді ақтау құралына айналдырды. Ұстаз бұл әрекетті макрух неке деп жұмсартып түсіндіреді. Бірақ макрух деген не? Макрух деген діни терминге салсақ, дін тұрғысынан ұнамсыз, жаман іс-әрекет, бірақ харам болып табылмайды. Сонда сұрақ: кәмелетке толмаған баланы жыныстық сценарийге қосу қай жерінен макрух болады? Бұл қалайша тек жақсы емес, бірақ болады категориясына сыйып тұр? Бұл макрух емес, бұл адамгершілікке де, заңға да сыймайтын әрекетті ақтау. Егер сізге 3 бәйін талақ беріп қойған болса, ондай жағдайда сіз басқа күйеуге тұрмысқа шығып, онымен жыныстық қатынасқа түсіп, одан кейін барып ол күйеуіңізбен ажырасып, немесе ол кісі қайтыс болып кеткеннен кейін барып, сіз сол бірінші күйеуіңізге адал боласыз, яғни қайтадан үйлене аласыз. Сіз басқа күйеуге тұрмысқа шығып, оған қосылмайынша, қосылып болып одан ажырамайынша, сіз бірінші күйеуіңізге әлі адал болмай тұрасыз. Мысалы, ер кісі сізге бәйін 3 талақ бергеннен кейін сіз басқа күйеуге тұрмысқа шығу керек дедіңіз ғой. Сол екінші күйеуіңіз ақыл есі кірген, бірақ балиғатқа толмаған ер жігіт, яғни боз бала. Екінші күйеуіңіз ақыл есі кірген, бірақ балиғатқа толмаған ер жігіт, яғни боз бала. Балиғатқа жеткен боз бала болатын болса да, ол үлкен жастағы ер кісінің үкімінде жүреді, яғни оған үйленіп қосылсаңыз болды, бірінші күйеуіңізге адал боласыз. Балиғатқа жеткен боз бала болатын болса да, ол үлкен жастағы ер кісінің үкімінде жүреді, яғни оған үйленіп қосылсаңыз болды, бірінші күйеуіңізге адал боласыз. Әдейі тәхлил үшін, яғни осы бірінші күйеуге халал болу үшін әдейі келісім арқылы біреуге тұрмысқа шығу, ол неке макрух неке болады. Яғни некенің өзі макрух болады, дегенмен сондай некеден кейін ол кісіге жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, бірінші күйеуіңізге адал боласыз. Бұл сабақ жастарға не үйретіп отыр? Қыз-келіншектерге не үйретеді? Олардың денесі күйеуге қайта оралуға арналған техникалық құрал ма? Жыныстық қатынас міндетті рәсім бе? Балиғатқа жетпеген бозбалаларға не көрсетіп отыр? Егер түсінсең болды, уақытша күйеу бала бола аласың деген қандай тәрбие? Бұл баланың психикасына, болашағына жасалатын зор зиян емес пе? Бұл Қазақстан Республикасының заңдарына тікелей қайшы. Конституцияның 27-ші бабы мемлекет ана мен баланы қорғауға міндетті. Кәмелетке толмағанды жыныстық әрекетке жақындату қай қорғаныс? Баланың құқықтары туралы заң зиян келтіретін әрекетке тыйым салынады. Ал бұл жерде бала процедураның бір бөлігі болып тұр. Қылмыстық кодексті қарасақ, 122-ші бапта 16 жасқа толмағанмен жыныстық қатынас ол қылмыс. 124-ші бапта азғындық әрекеттер қылмыс. Бұл мәтінді оқулық деп өткізу қылмысты қалыпты дүние етіп көрсету. Ең бастысы, бұл адамгершілікке жат әйелді саты сияқты пайдалану, баланы жыныстық сценарийге тарту. Мұны норма ретінде түсіндіру. Бұл қоғам ретінде құлдыраудың белгісі.
Мемлекеттік органдарға сұрақ. Мәдениет министрлігі, оқу ағарту министрлігі және дін істер комитеті. Осындай мазмұндағы кітаптар ресми түрде оқытылатынын білесіздер ме негізі? Білсеңіздер, бұл салғырттық, білмесеңіздер, одан да сорақы. Бұл логикамен қарасақ, жыныстық қатынас жөндеу жұмысы сияқты. Ауыстыру, уақытша беру, содан соң бірінші иесіне қайтарып беру. Айырмашылығы бұл схемада балалар қатыстырылып отыр. Осының өзі қоғамға ескерту.